Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арайлым. Бүгін сіздерге қарбыздың пайдасы мен зияны туралы ақпаратпен бөлісемін. Алдымен қазақ тілді каналға тіркеліп, лайк басып, қолдауыңызды білдіріңіз. Қарбыздың пайдасы. Калориясыз тәтті қарбыздың ағзаға тигізер пайдасы мол. Диетологтар қарбыздың құнды диеталық тағам ретінде ұсынады. Алайда күніне 2-3 килограммнан артық қарбыз жеуге болмайды. Қарбыздың емдік қасиеті туралы ең алғаш арабтар анықтаған. Олар тамақтың алдында қарбыз жеген адамның ағзасы толығымен тазарады деп сенген. Медицина мамандары да қарбыздың аурудан айықтыратын емдік қасиеті бар екенін дәлелдеген. Халық медицинасы қарбызды шемен мен сары ауруға қарсы қолданады. Қарбыздың дәндері, қабығы, шырынды бөлігі дәрілік мақсатта қолданады. Шырыны жазды күні шөл басу үшін де пайдаланады. Тәтті бөлігі мен шырыны несеп шығару үшін де көмектеседі. Ерте халық медицинасында қарбыздың дәндерін қан тоқтату үшін де қолданған. Қарбыз бүйрек, бауыр ауруларына, тас, тұз жиналған ішкі құрылыс мүшелеріне шипа болады. Қарбыз темірге бай. Қан аздық, анемия кезінде пайдасы көп. Сонымен қатар адам бойындағы артық холестеринді шығаруға да көмектеседі. Дәрігерлер жаз айында подагра, артрит, қант диабеті аурулармен ауыратын адамдарға ас мәзіріне қарбызды қосуды ұсынады. Семіздікпен күресетіндерге арналған қарбыз диетасы нәтижелі болатынын дәлелденген. Безгек ауруына шалдыққандарға қарбызды сусын ретінде қолданса болады. Тіпті қарбыз көздің көру қабілеті мен мидың белсенділігін арттырып, ультракүлгін сәулелерден қорғай алады. Оның құрамында С, А дәрумендері адам ағзасына пайдасы мол. Қарбыздың қабығы бас аурудан лезде жазады. Дәнін қайнатып сусын ретінде қолдануға болады. Қан қысымы жоғары адамдарға және цистит, простатит аурулармен зардап шегетін адамдарға қарбыздың шырынын жиі ішу ұсынылады. Қарбыздың дәнінде де құнар бар. Минералды тұз және де темір, магний бар. Қарбыздың зияны. Қазіргі кезде тезірек пісу үшін әртүрлі химиялық заттар қосады. Соның салдарынан адамдар уланып, немесе қарбыз өз құнарлығын жоғалтады. Қарбызды сатып алар алдында кесіп тексеретін болсаңыз, қарбызды 1 сағат ішінде жеу керек. Әйтпесе тағамдық құндылығы жоғалып кетеді. Көп адамдар қарбыздың дәндерін көп болғанын ұнатпайды. Алайда бұл қате тұжырым. Қарбыздың дәндері көп болуы ол табиғи ортада өсірілгенін көрсетеді. Және де қарбыздың дәндері ақ емес қара, қоңыр, жетілген болуы керек. Қып-қызыл, тым тәп-тәтті қарбыздар да денсаулыққа зиян, табиғи жолмен өсірілмегендігін көрсетеді. Әсіресе қызыл болмауы керек. Күннің ыстығында ұзақ тұрған қарбыздар да адам ағзасына зиянын келтіреді. Әртүрлі ауруларға шалдығуы мүмкін. Сондықтан қарбызды таңдар алдында сақтық танытқан жөн. Сіздермен бүгін болған Арайлым. Бүгінгі ақпарат пайдалы немесе қызықты болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Қош сау болыңыздар.